Қазақ тілінің мәртебесі туралы қараңыз. Өз отбасыңыз аш отырса, өзге отбасыға барып аузына нан салмайсыз. Өз отбасыңыз мейірімге мұқтаж болса, өзге отбасыға барып мейірімділік танытпайсыз. Ең алдымен өз отбасыңыз, алдымен өзіңді жарылқау. Бұл нәрсе кез келген ұлтта, кез келген дінде, кез келген көзқараста сыйластықпен қаралатын және қатаң ұсталатын ереже. Осыдан шығады. Өз ана тіліміз, қазақ тілінің мәртебесін көтеріңдер деген талабымыз бұл ұлтшылдық емес. Бұл өзгені өзімізден төмен санау емес. Бұл алдымен өзімізді жарылқайық деген талап. Өзімізді құрметтемесек, өз тілімізді сыйламасақ, өзгеден оны талап етудің мәні неде? Несімен баянды? Бұл нәрсені тек мен ғана емес, сіз бен бізді дүниеге алып келген ата, бабамыз, әжеміз айтып кеткен. Бей екеу болса, дау төртеу болады. Екі тіл билесе, мына дау күн батыстан шыққанша жалғаса бермек. Еліміздегі мемлекеттік мекемелерде қазағы былай тұрсын, қағазы да қазақша сөйлесін, қазақша жүргізілсін. Ана тіліміздің, қазақ тілінің мәртебесін көтеруді талап етеміз. Өзгені бір саты түсіруді емес, өз тілімізді бір саты көтеруді талап етеміз. Бұл біріншіден. Екіншіден, не нәрсені талап етсек, соған сай болайық, лайықты болайық. Таза, мөп-мөлдір қазақша сөйлейік, және айна қатесіз қазақша жазайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ардақтағай.